Мен негізгі өзімнің қуаттыратын нәрселерімді білемін. Азанда зікірлерім толық болатын болса, мен жан қуатында, тән қуатында аламын. Себебі қалыптарды ашатын нәрсе зікір ғана. Соның үшін қолымнан келгенше көбірек уақытымды түнде зікірге бөлемін. Зікір адамды қуатты қылады. Адамның иманы қуатты болғаннан кейін адамның жаны да, тәні де қуатты болады. Дүйсенбі, бейсенбі мүмкіндіктің барынша оразаға ұрынам. Айдың 13-і, 14-і, 15-і күні әлбетте ораза болуға, бұл нәпіл ораза. Пайғамбар алейхиссалам бұны сапардайым тұтқан, соларды тұтуға ұрынам. Әлхамдулилля, адам ауқатпен қуат алынбайды. Адам Аллаға болған махаббатымен, Аллаға болған Аллаха ва анта муқин бил ижабати вa'lamu анна Аллаха ла ястаджибу дуа мин ғафиллахин. Алла субхана ва тағаладан шын жүректен сұраңыздар. Ол тән қуатында, жан қуатында береді. Бірақ күмән келтірмеңіздер, өлі, қаперсіз жүрекпен қылынған дуалар қабыл емес дейді.